Осы сұрақ көкейімнен кетпейді. Ол бір ерекше жаралған, мейірімі мол, шапағаты нұржан еді. Қызындай аялап, әлпештеп, менің туған анамдай, ең жақын сырласымдай болатын. Жүрегіме жақын тілегіміз бір абзал анадан мәңгілік айырылғанда өмірдегі ең қымбат асылымды жоғалтқандай күй кештім. Өзімді адасқан қаздай, жалғыз қалғандай сезіндім. Әрине, күн шуағынан нәр алған жер ана іспеттес адамның да берері көп емес пе? Оның мейірімінен қанаттанған біз де әжемізді аса қадірлеп, құрметтеуші едік. Үйге алғаш келген қонақтар білезік толы білегіне жарқырап киініп, тап-таза болып отырған қарқара бейнесіне қарап, мейман әжеме деп сұрайтын. Уақыт өзінің берерін беріп, аларын алып қоймайды. Сол сүйікті енемнің бой жеткен қызындай болып, алаңсыз жүргенімде енді міне өзімде келінді болып отырмын. Мен келін болып осы табалдырықтан аттаған мезгілден 2 жыл бұрын дүние салған енесін осылайша есіне жиі алып, қимастықпен көз жасын сүрткіштей беретін менің енем. Жыл сайын бүгін марқұм енемнің қайтыс болған күні деп сол күнді атаусыз жібермейді. Аруағын ардақтап сағынышпен еске алады. Қай ана болсын балалары ер жете бастағаннан-ақ ұлын ұяға, қызын қияға қондыруды ойлайды. Өз қатарынан қалмай адам болып кетсе екен деп бір ойланса, ертеңгі барар жері қандай болады? Сол барған жеріне балдай батып судай сіңе ме, жоқ па, соны тағы ойлайды. Жақсы болса қызының бағы ашылып, өрісінің кеңейгені, ал жаман болса ше? Әрбір тәрбиелі ана қызының да тәрбиелі болу үшін қасиетті наннан, ақ шашты қарияның алдынан аттатпай өсіреді. Менің де анам қыз болып бой жете бастағаннан-ақ олақ қимылдап, ойынан шықпай, кейбір істің тетігін таппай қалсам, ертең семья құрғанда ата-ананың тәрбиесін көргенсіздің баласы дегізбесең жарар еді дегенді әрдайым айтып, құлағыма құя беретін. Мен ол кісіні апа деймін. Мен ғана емес, менің бауырларым да. Біздің достарымыз да бүгінде немерелі де ол кісіні апа дейді. Ана деген құдіретті сөз иесін тауып, жалғыз сол кісіге ғана арналып айтылғандай сезінемін. Қалайша сезінбейсің, күнделікті өміріндегі әрбір қадамында адастырмас, ақ жолдай сертте айнымас серігіңдей, жақсылығы мен шарапаты таусылмас бұлағыңдай болып, өмірге, адамдарға деген сеніміңді өзінің бар үлгі-өнегесі мен адамгершілігі арқылы арттыра түссе. Алғашқы күннен-ақ келін келді деп, қолым ұзарсын деп маған ешқандай тірлік еншіленген жоқ. Сыналғаным да жоқ. Көп балалы ананың тағы бір баласы болып жүре бердім. Мені өзіне ақ жарқын мінезімен, жылы қабағымен баурап алды. Өзім біліп, көзін тауып істеген ісіме ризашылығын білдіретінде, білмегенімді білмедің деп сөккен емес. Сөздері ойлы да, істері әсем. Үй ішіндегі от басындағы әрбір қимылында ұқыптылықты, әдемілікті көресің. Мейлі қонақ шақырсын, шақырмасын, күнделікті дастархан дайындауға нан турау, ыдыстарды таза ұстау, тағы басқа сол сияқты ұсақ үй тірліктеріндегі ерекшелікке көңілің тояды да, еріксіз еліктейсің. Қызығасың да үйренесің. Қашанда салмақты да сабырлы. Бірде тіпті үй жиып жүріп, абайсызда балалардың бірі қымбат вазаны сындырып алып, ренжиді-ау деп бәріміз бірде апамызға үрке қарағанда да, ештеңе етпейді, ыдыстың сынғаны жақсы. Адам өміріндегі сәтсіздіктің барлығы осындай жансыз дүниелермен кетсін. Адам өмірі сынбасын деп, қымбат ыдысты қимаған кейіпте білдірген жоқ. Ене адуын, келін кесір болып, бір-бірімен түсінісе алмай, шеше теріс бата беріп, бала теріс қарап кетіп, шырқы бұзылған семьялар
біздің арамызда әредік болса да кездесіп жатады. Жақсы семья құрып араласып жүрген жолдастарымыздың біріне 3 жылдан соң ауылдан шешесі көшіп келді. Баласы да келіні де қарт ананың келгеніне қатты қуанды. Қамқоршымыз болатын болды деп сенді, бірақ көп ұзамай-ақ үйде ұрыс жанжал көнбеді. Өмір көрген шеше бала меніңкі, саған билетпеймін деп аналық қызғанышқа бой ұрды. Келін жар меніңкі, өз дегеніме көндірем деп ене алдында кіші болып кішіреймеді. Екі ортадағы азамат не ақ сүтін емген анасына, не сүйіп қосылған жарына семьядағы тату-тәтті тірлік жарасымды ынтымақ жайлы түсіндіре алмай, оларды татуластырамын деп сергелденге түсті. Ақырында өмірдегі ең жақын адамдар ана, бала, жар үшеуі 3 жаққа кетті. Кім не ұтты, әйтсе де адам бойындағы тұп-тұнық бір мөлдір сезім айдынының жайдан-жай лайланғанына өкіндік. Қандай маман болсын өз ісінің жемісті болғанын қалайды. Барлық еңбек жолын ұстаздықпен өткізген коммунист ана апамыз шәкірттерінің алдында аса қадірлі болса керек. Құрметті еңбек демалысына шыққанына біраз жыл болса да, әлі күнге дейін шәкірттеріне арнайы келіп, сәлем беріп кетіп жатады. Кейде үйдің тірлігінен шыға алмай қалған келіні маған да әрине әсіресе әйел баласының үй ішінің тірлігіне ұқыпты болғаны жақсы. Бірақ келешек сендердікі, қазіргі уақыт ғылым мен білімнің заманы. Газет, журналдар, көркем шығармалар оқуға, радио тыңдап, телевизор көруге, жан-жақты сауатты болуға уақыт таба білсеңдер, өмірде өкінбейсіңдер. Өйткені сонда ғана сендердің көздерің ашық, көңілдерің ояу, өмірлерің жарқын болады, деп әрдайым санамызға сіңіріп, бізге нені оқып, нені білуімізге де белгілі бір бағыт беріп отырады. Тұңғышымыз Жазираны енеміздің бауырында қалдырып, бөлек отау тігіп, өз алдымызға үй болғанымызға да бір шама жыл өтті. Алайда біздің жақын көңіліміз бөлектеніп көрген емес. 2-3 күнде бара алмай қалсам, жинақталған ойларым мен сырларым ішіме симай кеткендей жеткізгенше асығамын. Ол кісі де менің әрбір кішкентай ойыма мән беріп таразылайды. Ой ниетіміз бір арнаға тоғысып кеткендей болады. Қайда жүрсем де қонаққа барайын, алыс жолға шығайын. Балаларыма алаңдап көрген емеспін. Немерелері мен әже арасындағы махаббатты көремін де сенемін. Кейде тіпті Жазираға дұрыстап көңіл бөлмейтінім бар. Әже мен немеренің жарасқан сұлу суретін қозғалтқым келмей, бар ниетіммен берілген ана көңілінен аттай алмай, мән бермеуімді міндегі аналық сезім суыды ма деп сезіктенсе керек. Сондай кездерде апамыз марқұм енем немерелерін қызғыштай қорғап, өзі ғана еленіп маған жолатқысы келмейтін. Енемнің қалауы солай болған соң үндемейтінмін. Кейін ол кісі қайтпас сапарға кеткен соң балаларыма өзімді ана ретінде мойындатуым қиынға соқты. Мен де бүгінде Жазирамды қызғанғандай боламын, бірақ туған шешесінен алыстатқым келмейді. Балаға әрқашан ананың қамқорлығы, аялы алақаны, мейірімі керек. Ана мен бала арасында салқындық тумасын. Көз қырыңды салуды ұмытпа деп мені сақтандырғандай болады. Көз көргендер мен апамның ағайын туыс, дос бауырды кешегі ананы қалай сыйлап, қалай құрметтеп күткенін естіп жүремін. Егер мен ол кісінің ақ шашты, ақ баталы әжені қалай күткенін естімесем де сезер едім. Себебі мамамыздың қонақ күтуі де ерекше. Бір өнердің иесіндей барымен сәндеп дастарханың ажарын кіргізсе, ақ жарқын мінезінен орынды әзіл қалжыңменен өзгеше ілтипатымен көңіліңді көлетеді. Тіпті сәби балаға да ол кісі бейне үлкен адамдай құрметпен қарайды. Мысалы туған күн, мереке, жаңа оқу жылы, пионерге өту сияқты балалардың даталы күндерінде каникулдан оралғанда арнайы күтіп алып,
тәтті дәмді тағам дайындап мәре-сәре болып жатқанын әрдайым көремін. Ал жар сыйлауды күнде көріп жүрмін. Атам мен апам бір-бірін құрметтеп өтуге ғана жаралғандай. Шаршамайтын, жалықпайтын, барлық жақсылықтың шарапаты да сол құдіретті махаббат жар махаббатынан тармақ болып таралып жатқандай. Ер азамат қыран құс секілді баптамасаң ірілігінен айырылып ұсақталуы да оңай. Сондықтан әрқашанда жаныңа тірек болып құрметтей білу керек. Біз құрметтеуді үйренбесек, олар содан бізді аялауды үйренеді, деп ақылын айта жүріп, сыйласудың тағы бір жұмбақ сырын ашып бергенде болады. Әрқашанда балаларының алдында әке тұлғасын асқақтатып, жар көңіліне ешқандай қаяу түсірмейді. Апама қарап, асыл адамның ашуы да, реніші де үлгі-өнеге ме деп қаламын. Өйткені мен ол кісінің орынсыз шытқан қабағын, ашуын көрген емеспін. Біреуді бекерге жазғырып, сыртынан өсек айтып жамандағанын да естіген емеспін. Дегенмен ит маржанды не қылсын деген емес пе? Сыйласып жүрген бір жақын бауыры аяулы жанның жолынан аттап ақ жүрегін таптап кеткенде ренжіді екен деп қатты күйініп отырса да балалардың шырқын, дастарханның берекесін алған жоқ. Керісінше анамызды ренжіткен жанға көңіліміз қалған, бізге басу айтып, ашу, дауыл, шаттық, сиқыр, біреу адамгершілігін жоғалтты екен деп оған қоса сен де абыройыңды арзандатпа, өзгерме, ашу келсе тосып ал, жақсылық келсе көтере біл, қалыбыңды сақта. Жақсы адамға мінез өзгерістері де сын. Қайтеміз, бұл да бір өмірдің қайшылығы шығар. Түсінер, уақыт өмір өзі түсіндірер. Тек аман жүрсін деп тағы да ақ тілеумен қала берді. Біреудің кемшілігін, кінәсін, дұрыс емес қылықтарын айтып келсек, көбінесе кімді болса да қосылып кінәлай бермей, қалай да ақтап алуға тырысады. Бірақ момын жандарға, енесі мен жолдасына күн көрсетпей, не жақсыға, не жаманға көнбей, өзіне де өзгеге тыныштық бермей, мазаны алған кесірлі келінді көзбен көргенде ғана адам болып жаралып, жылан болып өмір сүрген не қылған жан? Адам деген ардақты атқа кір келтірер болған соң, ертегідегі 7 басты жылан, мыстан кемпірлер бейнесі осындайлардан алынған ау сірә. Мұндай жаман әдеттерді үйренуші болмаңдар, тіпті көрмеңдер, деп ондай жандардан аулақ жүріңдер деп бізге жығып кетердей қорғаштай отырып қапа болатын. Өйткені мен ол кісінің орынсыз шытқан қабағын, ашуын көрген емеспін. Біреуді бекерге жазғырып, сыртынан өсек айтып жамандағанын да естіген емеспін. Дегенмен ит маржанды не қылсын деген емес пе? Сыйласып жүрген бір жақын бауыры аяулы жанның жолынан аттап ақ жүрегін таптап кеткенде ренжіді екен деп қатты күйініп отырса да балалардың шырқын, дастарханның берекесін алған жоқ. Керісінше анамызды ренжіткен жанға көңіліміз қалған, бізге басу айтып, ашу, дауыл, шаттық, сиқыр, біреу адамгершілігін жоғалтты екен деп оған қоса сен де абыройыңды арзандатпа, өзгерме, ашу келсе тосып ал, жақсылық келсе көтере біл, қалыбыңды сақта. Жақсы адамға мінез өзгерістері де сын. Қайтеміз, бұл да бір өмірдің қайшылығы шығар. Түсінер, уақыт өмір өзі түсіндірер. Тек аман жүрсін деп тағы да ақ тілеумен қала берді. Біреудің кемшілігін, кінәсін, дұрыс емес қылықтарын айтып келсек, көбінесе кімді болса да қосылып кінәлай бермей, қалай да ақтап алуға тырысады. Бірақ момын жандарға, енесі мен жолдасына күн көрсетпей, не жақсыға, не жаманға көнбей, өзіне де өзгеге тыныштық бермей, мазаны алған кесірлі келінді көзбен көргенде ғана адам болып жаралып, жылан болып өмір сүрген не қылған жан? Адам деген ардақты атқа кір келтірер болған соң, ертегідегі 7 басты жылан, мыстан кемпірлер бейнесі осындайлардан алынған ау сірә. Мұндай жаман әдеттерді үйренуші болмаңдар, тіпті көрмеңдер, деп ондай жандардан аулақ жүріңдер деп
бізге жығып кетердей қорғаштай отырып қапа болатын. Ене мен келін арасындағы тағы бір кикілшің айлық алған күн. Бұл күнге дейін апам біздің ақшамызға ортақтасқысы келіп, бірге тұрғанда да, бөлек шыққанда да ниет білдірген емес. Біздің парызымыз деп айлығымызды қолына салғанда да, азамат болғандарыңа да көп қанағат. Қажеттеріңе жаратыңдар, орынсыз шашпай ақшаны үнемдей ұстай біліңдер. Ақша үшін бізге қызмет етпеңдер, ақша сендердің игіліктеріңе қызмет етсін деп батасын берді де алмады. Әрине ол ақшаның көптігінен немесе есепсіз жомарттығынан емес, кең заманда кеңпейілін тарылтқысы келмеген болар. Енемнің кейде қатты айтпай-ақ қатеңді уақытпен мойындатып, жақсылықтың қадірі мен бағасына жеткізген сәттері қаншама. Көңіліңе түйіп санаңа құйып алсаң, бір бойында жинап алар жемісіңдей. Үлкенге құрмет, кішіге ізет, адамға бауырға достық, қоғамға қызмет, ата-анама, ер азаматты сыйлау, тағы басқа адамның ізгі қасиеттері қаншама. Әрине мұның бәрі болмай жүрген оқиға жаңалық емес. Қарапайым отбасынан кішкентай ғана тыныс тіршілігі. Сол тіршіліктен адам өмірін мәндететін, сән беретін, еш нәрсеге тең келмес қымбат қазына, асыл бұйым, асыл қасиеттерді көремін. Көремін де қайран қаламын, көңілімнің де, үйімнің де төріне шығарып, әр қашанда мен пір тұтар жан өзінің адамгершілік биік тұлғасымен, көпке қадірлі болған кешегі ұстаз, бүгінгі көп балалы аяулы ана, Іздегүл Досымбекова еді. Бұл күнде мен ардақты ананың жүріп өткен сан тараулы ақ жолының бірінен ғана жүріп өте алам ба, жоқ па деп жиі ойлаймын.